Дүниетану сабағы. Тақырыбы дұрыс тамақтана біл. Оқу мақсаты түрлі дерек сөздер негізінде пайдалы және зиянды тағамдардың арасындағы айырмашылықтарды анықтау. Бүгінгі сабақта балалар адам ағзасына пайдалы және пайдасыз тағамдарды ажыратуды үйренеміз. Бірінші байлық денсаулық дейді. Адамның ең үлкен байлығы денсаулық. Ал денсаулықты ағзаның күшін нығайтудың басты кепілі дұрыс тамақтану екен. Тамақтану адам ағзасы үшін аса маңызды қажеттілік. Біздің денсаулығымыз көбінесе қалай тамақтануымызға байланысты болады екен. Дұрыс тамақтану денсаулық негізі екен. Ой еңбегіне де, іс әрекетке де күніне көп күш-қуат жұмсайды екенбіз. Ол қуатты ағзаға қажетті қоректік заттарды біз ішер астан алады екенбіз балалар. Ал енді экрандағы суретке назар аударайықшы. Тамақтану адам ағзасы үшін аса маңызды. Дұрыс тамақтану дегеніміз балалар, бұл аз-аздан пайдалы тамақтарды жеу екен. Тамақты жеткіліксіз немесе артық мөлшерде ішу ағзаға зиян екен. Ауырып қалады екенбіз, балалар. Ендеше біз бүгін сабағымызда осы тамақтану туралы сөз қозғамақпыз. Ал балалар, А дәрумені көздің көруін жақсартады екен. Көрдіңдер ме? Тамақта А дәрумені бар. Ол көздің көруін жақсартады екен. Ал Б дәрумені ағзаны нығайтып, күш-қуат береді екен. С дәрумені иммунитетті көтеріп, ауруға қарсы тұрады екен. Ал енді балалар экранда суретке назар аударайықшы. Тағам түрлері. Қандай тағамды көріп тұрмыз бұл жерде балалар? Ет, айран, сүт көріп тұрмыз, тұзыр, нандарды көріп тұрмыз. Тағда нелер көріп тұрмыз? Дәрілерді көріп тұрмыз. Тамаша. Осы жерде балалар қай тағамдар бізге пайдалы? Тамаша. Отыра ғой. Тағда кім айтады? Жанерке? Сүт, құрт, жемістер. Тамаша, жарайсың, отыра ғой. Нұрдос? Нандар пайдалы. Нандар пайдалы екен, тамаша. Отыра. Ал, тамақ құрамында ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендер көп болады екен балалар. Ал бұл заттардың әрқайсысының пайдасын білеміз. Ал енді балалар, бірінші тағамның құрамында ақуыз жеткілікті болса, сен тез өседі екенсің. Көрдіңдер ме? Тамақтың құрамында ақуыздар көп болса, сендер не болады екенсіңдер? Тез өседі екенсіңдер. Май біздің ағзамызға не береді екен? Күш-қуат береді екен. Ағзада көмірсу қоры көп болған сайын адам шыдамды болады екен. Біздің ағзамызға минералды заттар, дәрумендер көп қажет екен. Ал енді балалар, тағам түрлері дейді. Бірақ қандай тағамдардың құрамында көптеп кездесетінін көрейік. Майлар тәтті тағамдарда, қантта, майда көп болады екен. Ақуыздар ет, сүт тағамдарында көп кездеседі екен. Ал көмірсулар дәннен жасалған тағамдарда көп кездеседі екен. Яғни ботқа тағамдарында да кездеседі екен. Ал дәрумендер жеміс-жидектерде, көкөністерде көптеп кездеседі екен. Балалар, біз ағзамызды үнемі жетілдіріп отыру үшін не жейміз? Әрине, дәрумендер жейміз. Ал балалар, қандай дәрумендер бар екен? Ақуыз, дәрумендер бар екен. Тамаша, жарайсыз. Ал енді экранға назар аударайық.
ағзаға қажетті қоректі заттар балалар. Сүт тағамдарында ақуыз көп болады екен, сүт тағамдарында. Көріп отырсыңдар ғой, сүт тағамдарында ақуыз көп болады екен. Сондықтан сүт тағамдарын көп біз ішуіміз керек екен. Май және көмірсу ағзадағы жасушалардың түзілуінде қоректік зат болады екен. Жасуша өз бетінше тіршілік ете алатын ағзаның ұсақ бөлігі екен. Жеміс жидек пен көкөніс дәруменге бай екен. Айттық қой, пайдалы жеміс жидек және көкөністер көп жеуіміз керек екен. Сондықтан бұл өнімдердің ағзамызға пайдасы көп екен. Ал балалар, жеміс жидекте қандай витамин бар дедік біз? С витамині бар екен. Жеміс жидекте С витамині бар. Енді балалар, ағзаға қажетті өнімдердің құрамында қандай дәрумендер бар деді. Ал мына бірінші суретте не көріп тұрмыз? Ірімшік, сүт көріп тұрмыз, Бұда қандай дәрумен болады екен? Дәрумен. Ал екінші суретте не көріп тұрсыңдар? Ет көріп тұрмыз, тағы көкөніс көріп екен, Бұларда қандай дәрумен болады екен? Дәрумен бар екен. Ал енді мыналар үшінші суретте не көріп тұрсыңдар? Жемістер бар екен, Бұда қандай дәрумен бар екен? Дәрумен бар екен. Ал енді ең соңғы суретке назар аударайықшы. Жұмыртқа, балық бар екен, Бұларда қандай дәрумен бар екен? Дәрумені бар екен, жарайсыңдар. Енді балалар, бізде қандай дәрумендер бар деді? Ал балалар, бұл дәрумендер қай тағамдардың құрамында болады екен? Зерттеу жұмысын жүргізейік. А дәрумені қызанақтың, сәбіздің, апельсиннің, кептірілген өріктің, тәтті бұрыштың құрамында болады екен. Көрдіңдер ме балалар? А дәрумені қызанақтың, апельсиннің, сәбіздің құрамында болады екен. Ал Б дәрумені жаңғақтың, қара нанның, ірімшіктің құрамында болады екен. Ал С витамині бананның, алманың, бұршақтың, жалпы жеміс атауының құрамында С витамині кездеседі екен. Ал Д дәрумені жұмыртқада, балықта, уылдырықтың құрамында да болады екен. Және де күн сәулесінен де Д дәрумені алуға болады екен. Көріне ме балалар? Д дәруменін неден алуға болады екен? Күн сәулесінен алуға болады екен балалар. Дұрыс тамақтану ережелерімен танысайық. Бірінші, тамақты дастархан басында отырып ішу керек екен, Тұрып жүріп ішуге болмайды. Адам ішкен асына зейін салмаса, тойғанын білмей, артығымен тамақтанады екен. Екінші, тамақты асықпай шайнап, тамақтану режимін сақтау керек екен. Тамақты күніне қанша рет ішу керек екен балалар? 5 рет тұтынған дұрыс екен. Үшінші, таңғы асты ұмыт қалдырмаған жөн дейді. Таңғы асты балалар ұмытпай ішуіміз керек екен. Егер ағза 10-12 сағат тамақ қабылдамаса, ағзадағы қант мөлшері азайып кетуі әбден мүмкін екен. Көрдіңдер ме? Мүмкін екен. Сол үшін таңғы асымызды уақытылы ішуіміз керек екен. Күніне қанша рет тамақ ішкен дұрыс екен? Жарайсыңдар балалар. Дұрыс тамақтанумен қатар балалар не сақтау керек екен? Тазалық сақтау керек екен. Қолымызды жуу керек екен. Және көкөністерді, жеміс-жидекті неғып жеу керек екен? Жуып жеу керек екен. Тамаша, жарайсың. Ал балалар, бүгін біз не білдік? Немен таныс болдық бүгінгі сабақта? Дұрыс тамақтануды. Не үйрендік? Қолымызды жуып, жеміс-жидектерді жуып жеу керек екен. Иә, кейбір тағамдардың құрамын неғылды? Білдік. Және ағзаға пайдалы, пайдасыз тағамдарды ажыратуды үйрендік. Дұрыс тамақтану не үшін қажет екен?
Ол біздің асқазанымызға қажет екен, денсаулығымызға. Мықты және шыдамды болу үшін, ауырмау үшін, көзіміз жақсы көру үшін, тез өсу үшін қажет екен. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Иә. Ал енді кері байланыс берейікші ұнаса? Иә.